Қазақ ұлттық аграрлық университетінде 3 деңгейде бакалавр, магистратура және докторантура деңгейінде еліміздің аграрлы мемлекетінің әрі қарай дамып өркендеуіне үлес қосатын мамандар дайындалады. Жалпы қазіргі таңда қоршаған ортаның көптеген ластануына байланысты ластану түрлері өте көп белең алып жатыр деп айтсақ та болады. Соған байланысты бізде сабақтың өзі биоиндикация болып есептеледі. Жалпы осы өсімдіктердің құрылысын зерттеуге байланысты біз микроскоппен өсімдіктердің құрылысын зерттейтін боламыз. Менің мамандығым өсімдікті қорғау және карантин мамандығы. Менің мамандығым өсімдіктерді, жойылып баратқан өсімдіктерді зиянкестерден қорғау және де залалсыздандыру жөніндегі мамандық. Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ауыл шаруашылығының қара шаңырағы десем де болады. Сол универге осы мамандықты өз еркіммен таңдап қалап түсіп отырмын. Сіздерді де Қазақ ұлттық аграрлық университетінің студенті болуға шақырамын.